Hello students, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 3-ші сыныпқа арналған Pepposbook кітабының 116-117 беттеріндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Dear Diary, менің күнделігім. Exercise number 20. Read in circles and listen and check. Оқып, шеңберге ал. Содан кейін тыңда және де тексер дейді. Бұл тапсырма бойынша алдымен күнделікті оқып шығамыз. Күнделікті оқып болғаннан кейін төменгі жағында тапсырма берілген, сол тапсырманы орындаймыз. Dear Diary, құрметті күнделік. I'm in my room now and I'm listening to music. Мен қазір өз бөлмемде музыка тыңдап жатырмын. Mom and Dad are in the living room. Анам мен әкем қонақ бөлмеде. They are watching TV. Олар теледидар көріп жатыр. Liam is reading a book and Charlie is sleeping on the sofa. Liam кітап оқып отыр, ал Чарли диванда ұйықтап жатыр. Nanny isn't watching TV. Nanny теледидар көріп отырған жоқ. She is in the garden. Ол бақшада. She is picking flowers for her room. Ол бөлмесіне гүл теріп жатыр. Everyone is very happy today. Love, Lily. Барлығы өте бақытты. Махаббатпен Лили. Енді күнделікті оқып болғаннан кейін төменгі жаттығуды тапсырманы орындайтын боламыз. Бұл жерде күнделікте айтылған әңгімелерді шеңберлеп шығуымыз қажет. Бірінші, Lily is listening to music or running. Лили музыка тыңдап отырды ма, немесе жүгірді ме? Яғни музыка тыңдап отырды. Екінші, Mom and Dad are sleeping or watching TV. Ана мен әке ұйықтап жатты, немесе теледидар көріп жатты. Бұл жерде дұрыс жауап watching TV. Үшінші, Liam is singing or reading. Liam өлең айтып жатты, немесе оқып отырды. Дұрыс жауап оқып отырды. Charlie is sleeping or eating an ice cream. Charlie ұйықтап жатты, немесе балмұздақ жеп отыр. Дұрыс жауап is sleeping. Бесінші, Nanny Rose is fishing or picking flowers. Бұл жерде дұрыс жауап гүл теріп жүр, picking flowers. Exercise number 21. Complete the sentences with and or but. Сөйлемдерді және немесе бірақ деген сөздерді қойып сөйлемді толықтыр дейді. Бірінші сөйлемді оқимыз. Everyone had cola, but I had just water. Барлығында кола болды, бірақ менде жай ғана су болды. Бұл жерде but, бірақ. Екінші, Do you want meat or fish for dinner? Еттен жасалған кешкі асты немесе балықтан жасалған кешкі асты қалайсыз ба дейді. Үшінші сөйлем. Is Blackie your pet dog or your pet cat? Blackie сіздің итіңіз бе немесе мысығыңыз ба деп сұрап тұр. Төртінші сөйлем. Is your birthday on Friday or on Saturday? Сіздің туған күніңіз жұма күні ме немесе сенбі күні ма деп сұрап тұр. Бесінші сөйлем. Қайрат and Dana are here. Қайрат және Дана осы жерде. Алтыншы сөйлем. I didn't like the burgers, but the cake was yummy. Маған бургерлер ұнамады, бірақ торт дәмді болды. Келесі тапсырма. Talk with your friends, then write your diary and entry for today. Достарыңызбен сөйлесіңіз. Олай болса, бүгін өзіңіздің күнделігіңізді жазыңыз. Яғни бүгінгі күнге арналған күнделігіңізді жазыңыз дейді. Dear Diary, I'm in now and I'm деп бастап жазу қажет. Құрметті күнделік, мен қазіргі уақытта үйдемін деп бастап, арғарай өздеріңіз не істеп жатырсыздар, сол жайлы жазып кетсеңіздер болады. Exercise number 22. Let's think. Spring is here, it's lots of fun. I'm flying my kite with everyone. Көктем келді, бұл өте қызық. Мен батпырақ ұшырамын барлығымен бірге. Summer is here, it's lots of fun. I'm eating an ice cream with everyone. Жаз келді, бұл өте қызық. Мен балмұздақ жеймін барлығымен бірге. Autumn is here, it's lots of fun. I'm playing football with everyone. Күз келді, бұл өте қызық. Мен футбол ойнаймын барлығымен бірге. Winter is here, it's lots of fun. I'm making a snowman with everyone. Қыс келді, бұл өте қызық. Мен аққала жасаймын барлығымен бірге.
Exercise number 23. Choose your favorite season. Write your own song. Then draw. Өзіңізге ұнайтын маусымды таңдаңыз. Өз әніңді жаз, одан кейін сал дейді. Summer is here, it's lots of fun, I'm swimming pool with everyone. Жаз келді, бұл өте қызық. Мен бассейнде жүземін барлығымен бірге.